Баршаңызға сәлем. Руккола мен баклажан қосылған дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді шығатын салат түрін жасаймыз. Керек заттардың бәрін міндетті түрде астына жазып қалдырып кетемін. Ең алдымен 2 штук баклажанды тазалап жуып, қабығын дәл видеодағыдай жұқалап ашимыз. Рукколаны да дәл солай тазалап жуып алып, салқын суға, таза суға 2,5-3 қасық аз қасық тұз салып қоямыз. Астына рукколаны саласыз, жаңағы тұз суымызға бетіне баклажанды осылай турап саласыз. Өз қалауыңызбен турасаңыз да болады. Мен дәл осы видеодағыдай етіп турап алдым. Тұз суға салып, осылай үстін басып қоямыз. Ол уақыт аралығында табамызға май құйып қыздырып аламыз. Сонан соң бос ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, тұз суда тұрған баклажандарды алып, қысып, сол жерде сыға беріңіз. Еш уайымдамай қатырақ сығып, осы жұмыртқаның бетіне саламыз. Бәрін сығып салып аламыз. Ішіне руккола кіріп кетпесін, тек баклажандарды теріп саласыз. Сосын бөлек ыдысқа рукколаны да шайып, осы тұз суда тұрған күйі дәл осы видеодағыдай саласыз, сығып суын кетіріп, қатты жері болса алып тастайсыз. Баклажандарды жұмыртқаға араластырдым. Үстіне сухари саласыз. Сухари болғанда дүкендерде сатылады. Наггетстерге, чикендерге арналған сухариден бір ас қасық саласыз. Майымыз қызады. Майымызға 2 бөлікке бөліп, табамызға қуырып аламыз. Бірден бәрін топтастырып салмаңыз. Бірден бәрін салсаңыз, баклажандарыңыз жабысып қалады. Дәл осылай араластырып, золотистый түс болғанша қуырып аламыз. 2 бөлікке бөліп. Рукколамыздың бетіне қуырылған баклажандарымызды саламыз. Ыстықта емес, баклажандар суытасыз, бір 5-10 минут көлемінде. Ары қарай черри помидорларымызды саламыз. Туралған дәл видеода көрініп тұр, қалай туралғандығы. Осылай турап, сосын сладкий соус саламыз. Сладкий соус 1,5 теңгеден басталады. Осындай шыны түрінде тұрған соусты салғаныңыз жөн болады. Сонда дәмі өте керемет, ерекше болады. Руккола жемейтін, ұнатпайтын адамдар болса да, салатыңызды мақтап, дым қалдырмай жеп қоятын болады. Баклажандар да хрустящий, өте дәмді болады. Бәрін осылай араластырып болып, тарелкаға салып, бетіне ақ күнжіт сеуіп, әсемдеп ұсына берсеңіз болады. Осымен салат дайын. Егер рецепт сізге ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.